Ассалаумағалейкум баршаға, сіздермен Ықылас Аралбай. SAS бойынша сабақтарымызды давам еттіреміз. Бүгін SAS бойынша 3-ші сабағымыз. Бүгін өтетін нәрсеміз бұл extend. Extend өзіне зат. Қазір бұны сіздермен көріп шығамыз. Бірінші кезекте SAS STSS файлын жаратып аламыз. Һәм SAS арқылы main.css, main.css.map файлдарын генерация қылып аламыз. Бұл нәрселерді өткен сабақтарда SAS бойынша сабақтарымызда көріп шықтық. Келin енді extend зат екенін көріп шығамыз. Бірінші кезекте бізге зат керек болады. Сол үшін келin екі баттон жаратып алайық. Біріншісіне баттон 1, екіншісіне келin баттон, то есть 2 дейік. И бұларға екі түрлі класс береміз. Класс btn1 и оған класс, мысалы үшін btn2. Хоп, екі түрлі баттон жаратып алдық. Бұны live серверімізді ашып аламыз. Екі түрлі баттонымыз пайда болды. Енді өзіміздің SCSS файлымызға барып тұрып, сол үшін btn1 дейміз. btn1-імізден заттар болуы мүмкін. Кейін btn1-іміз как нулевой стильдермен қалсын. Мысал үшін, кейін болмаса мынандай алайық. Бір button деген класс жаратып аламыз. Сол үшін оның background color transparent болады. Сол үшін оның border none болады. Outline none. Сол үшін cursor pointer болады. Transition 0.3 секунд. Easy болады. Нәрседі өшсеңіз кереміз. Бізде time.btn деген классымыз бар. Яғни бұл зат, как өткен сабақта, миксинде өткен уақытымызда btn reset деген нәрсені істеп шықтық. Яғни баттонымызды нулевой стильге әкеліп тастау үшін. Енді біздер таза баттон деген класс істеп шықтық. Яғни осы нәрсені қазір HTML-ді қолданбастан btn1, btn2-ге сіңдіреміз. Хоп, кейін сол үшін бірінші кезекте btn1 дейміз. Һәм extend өзіне зат. Extend ден пайдалану үшін собачка, өзімізге керек болған селектордың ішіне кіріп тұрып собачка, онда extend бұйрығын береміз. Һәм өзіміздің .btn классымызды жазуымыз керек. Енді бұл жерден зат болады. Extend дегені бұл зависимость, яғни қарамды. Біздердің btn1 деген селекторымыз btn деген селекторға, классқа қарамды болады. Яғни бұл біздеген зат береді, себеп қылып қарайтын болсақ неге. btn-дегі стильдер btn1-ге өтті. Не үшін? Негесін біздер extend арқылы btn-ді жалғап алдық. Енді келin .btn2-ге қарап отырсаңыз, btn2 өз алдына тұрды. 2 дейміз. Собачка extend өзіміздің .btn-іміз. Бұл да нулевой стильдерге өтті. Неге десең біздер өзіміздің .btn-імізді btn1, btn2-ге extend арқылы сіңдіріп алдық. Бұл нәрсе жүдеген зор. Хоп, келin енді өзінің қосымша стильдерін беріп кетеміз. Астына өзіңіз қалеген стильдерді беріп кетеміз мүмкін. Мысалы үшін padding 10 пиксель, 25 пиксель, border radius. Сонысы постоянно проблема болған маған. Мысалы үшін 8 пиксель дейміз. И бұяқтан нәрсені күшіміз. Нәрсе бізге керек емес. Border 6 пиксель. Кейін мысал үшін background color'ымыз болсын бізде orange. Мысалы қойғылмар реңіз бар екен. Мысал үшін текст color'ымыз мысал үшін up болсын. Font families sans serif. Font weight'imiz болсын 700. Яғни бұл semi болды деген. Button 1-іміз time болды. Енді келin мысалы үшін өзіміздің button 2-імізге осыны стильдерді жазып отырмастан берге тағы бір extend жазамыз. Extend
button 1. Ya'ni bu ne oldu? Button hamda button 1 degi stillerde o'zimizga akirdi. Екі бірдей button paydo bo'ldi. Endi просто misol uchun kelib, bu yerga background colorimiz green bo'lsin bo'lsak, o'zimizning hamma stillarimiz bu yoqqa o'tadi, tek qana background colordan boshqa. Background colorda biz qaytadan o'zimizga keraklisini yozib oldik. Bu juda ham zo'r, proyekt davomida juda ham ko'p qo'llaniladigan metodlardan biri. Bu narsani orqadan foydalanib ketsangiz bo'ladi. Просто extend hamda o'zimizga kerak bo'lgan stil. То есть class. Yo'lgamizda extend hamda o'zimizga kerak bo'lgan class. Hop, extend menimcha tushunarli bo'lib deb o'ylayman. Hop. So'ng qo'shimcha hoverlar. Ya'ni o'tgan saboqlarda CSS yozayotgan vaqtimizda hover aktiv so'ngsagan pseudo class, pseudo elementlarni o'tib ekan. Hop. Endi bu Sas'da qanday bo'ladi degan bo'lsangiz, Sas'da and degan narsa bor, ya'ni ampersand. Shu narsani kaslarga o'tamiz. Misol uchun CSS'ning o'zida .btn qo'shnoqat, hover misol uchun background colorimiz orange bo'lsin deb o'tiradigan bo'lsak, yoki shu narsani yozib o'tiradigan bo'lsak, endi buda deganda, ya'ni Sas'ning o'zida biz unday deb yozib o'tirishimiz shart emas. Ya'ni nesting degan narsa bor. Birinchi saboqda aytib o'tdim, parent child degan narsalar. btn 1 ga stilni berib bo'lgandan keyin ampersand qo'yib, ya'ni ampersand belgi, bu shift orqali jetni bosadigan bo'lsangiz, ampersand belgisi paydo bo'ladi. Ham qo'shnoqat qo'yib turib, qalasak hover, qalasak active, ham so'ng qilgan pseudo class, pseudo elementlardan foydalanib ketsak bo'ladi. Misol uchun hover deymiz. Hover misol uchun background colorimiz bo'lsin bizda orange. Ko'ratan bo'lsin. Yani bu yerdagi transition negadir ishlamay qoldi. Narsani sekund topdim. 3 sekund. Deb qaraymiz. Endi bu button 1 ga bizga hover berganimiz uchun hamda uni button 2 ga зависимость qilib qo'yganimiz uchun bu narsa button 2 da emas deb turadi. Hop, endi bu yerga tushunib olsak, ampersand ne uchun bizga bu natijani berdi? Hozir bu yerdagi ampersand bizda teng bo'ladi точка buttonga. Button 1 ga to'g'ri. Ya'ni bu narsaga teng bo'ladi. Ya'ni o'sha yerga deyimli bo'lgan narsalar ampersand orqali yozsak bo'ladi narsaga. Ya'ni точка button 1 hover deb o'tirmay, просто o'sha narsaning hoveri deb biz aytamiz. Bu narsa menga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi button 2 ga ham bu narsani kerak. Ampersand, ya'ni o'sha narsaning hover bo'lgan joyda bizlar background color berib, misol uchun dark green. Bo'ldi deb o'ylayman. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hop, bizda Sas bo'yicha 3-savog'imizda ular edi, ya'ni extend hamda ampersand, ya'ni this. O'sha narsa degan ma'noni o'tadigan. Hop, Sas bo'yicha savog'larimiz davom etadi. Keyingi savog'larda ko'rishguncha, xo'sh, sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan birga bo'lgan Class Arab.